Сәлеметсіңдер ме? 221 топ. Бүгін бізде сіздермен бірге статистика пәні. Бұл статистика пәнінен сендермен алдындағы өтіліп кеткен, алдында жазып қойған құрылымдық орташа шамалар, яғни мода және медиана бойынша есептер шығарамыз. Сол моданы және медиананы қалай есептеу керек, соны сендерге бүгін осы шағын видеороликта айтып түсіндіретін боламын. Яғни алдында біз сендердің өздерің мен жіберген лекциялардан, дәрістерден мода және медианаларды жазыңдар, олардың анықтамаларын, және осы мен қазір көрсетіп отырған екі формуланы жазыңдар. Яғни моданың формуласы МО және медиананың формуласы МЕ. Яғни осы екі формуланы жазыңдар, және ол жердегі әрбір жаңағы анықтамалар, формуладағы көрсеткіштердің барлығы нені анықтайтынын жазып алдыңдар. Яғни осы формулалар негізінде біз сендермен келесі кестеде берілген бір кәсіпорынның қызметкерлерінің жалақылары берілген. Яғни осы жалақылар негізінде біз сендермен мода және медиананы анықтауымыз керек. Яғни өздерің көріп отырғандай жалақылар сендерде нақты, мысалы бұрын біз мысалы 40 мың, болмаса жаңағы 60 мың деп алынбаған, бұл жерде 40 мың мен 50 мың арасы, 50 мың мен 60 мың, сөйтіп ең соңында 90 мың мен 100 мың арасы. Одан кейін келесі бағанды қарасыңдар, бұл жерде қызметкерлердің саны, яғни 40 мың мен 50 мыңның арасында 10 адам, 50 мың мен 60 мың арасында 30 адам, 60 мың мен 70 мыңның арасында 70 адам, 70 мың мен 80 мыңның арасында 60 адам, 80 мың мен 90 мыңның арасында 25 адам. Сонымен қатар 90 мың мен 100 мыңның арасындағы жалақыны 5 адам алады екен. Жалпы кәсіпорында қызметкерлердің саны ол 200 адамға тең болып отыр. Және келесі бағанды қарайтын болсаңдар, бұл жерде жинақталған жиіліктер саны дейді. Яғни мына әр жолдағы қызметкерлердің санының жинақталған саны. Яғни бұл сендерге түсінікті болу үшін мен қазір осыны өшірейін және осыны сендерге түсіндіріп отырып жазайын. Яғни бірінші жолда бізде қанша қызметкерлердің саны көрсетілген? Ол бізде 10 қызметкердің саны. Одан кейін келесіде бізде 30 қызметкердің саны. Енді осы 30-ды мына 10-ға әкеліп қосамыз, сонда бізде мына жерде болады 40. Енді осы 40-қа келесі қызметкерлердің санын әкеліп жазамыз. Яғни 40-қа 70-ті әкеліп қосса, ол бізде болады 110. Енді осы 110-ға 60-ті әкеліп қосамыз, ол 170 болады. 170-ке 25-ті қосқанда ол бізде 195 болады. Және сол 195-ке 5-ті қоссақ 200 шығады. Яғни жиіліктің саны жалпы қызметкердің санымен ең соңында тең болуы тиіс. Яғни бізде мына жерде міне жалпы қызметкерлердің саны 200, және мына жерде де 200 шықты. Енді мына берілген формулаларды мен сендерге жай қарапайым түрде өзімнің жаңағы компьютердегі түрде жазып көрсеттім. Яғни моданы анықтау үшін XMO қосылған IMO, бұның барлығы көбейтіледі. Алымында FMO минус FMO минус 1. Бөлімінде, яғни бөлшектің астында FMO минус 1 жақша жабылады. Мына жерде плюс болу керек, мен қателеспін. Осы және FMO минус FMO плюс 1. Яғни ол сендердегі мына формула. Осы формуланы мен жаздым. Енді бұл жердегі XMO дегеніміз не? XMO дегеніміз мода интервалының төменгі шегі. Оны қазір сендермен есепте көрсетемін. Одан кейін IMO, яғни өздерің білесіңдер, алдындағы сабақтарда өткенбіз. I дегеніміз интервал, IMO дегеніміз мода интервалының ұзындығы, интервалдың ара қашықтығы деген сөз. Одан кейін FMO дегеніміз, FMO ол
алымында да, бөлімінде де үш жерде кездеседі. Ол мода жиілігі. Яғни мода жиілігі дегеніміз жалпы ол жаңағы жиі кездесетін жиынтық. Сондықтан бұл мода жиілігі дегеніміз көп кездеседі. Одан кейін f-1 дегеніміз мода жиілігіне дейінгі жиілік, ал f-1 дегеніміз мода жиілігінен кейінгі жиілік. Енді осылар бойынша есепке келейік. Яғни есепке келу үшін біз бірінші осы моданы анықтау үшін міндетті түрде қызметкерлер саны бағанына қарайтын боламыз. Қызметкерлер санындағы бағанға қараймыз. Және осы жерден ең жоғарғы, яғни қай жолда қызметкерлердің саны көп көрсетілген. Қарасаңдар, бізде ең көп қызметкерлердің саны ол 70. Яғни осы үшінші жолмен біз сендермен қазір жұмыс істейтін боламыз. Яғни мен сендерге түсінікті болу үшін осы жолды басқа түске белгілеп қояйын. Енді есепке көшеміз. Яғни 70. 70-тегі бізде жалақылардың саны, жалақы ол 60.000 мен 70.000-нің арасы. Енді формула бойынша xmo, яғни xmo дегеніміз ол жаңа мына жерде жазылған мода интервалының төменгі шегі. Яғни бізде міне моданың интервалы, мода көрсеткіші 60.000 мен 70.000. Осы жердегі ең төменгі көрсеткішіміз ол бізде 60.000 болып тұр. Сондықтан 60.000, оған қосамыз 10.000-ды. Енді осы жерде 10.000 қайдан шықты десеңдер, ол міне 60.000 мен 70.000-нің арасындағы қашықтық, болмаса арасындағы сан. Яғни 60.000 мен 70.000-нің арасы ол 10, 10.000. Соны аралық интервал дейді. 10.000. Бұның барлығын көбейтеміз. Енді алымында формулаға сәйкес, міне жоғарысында, яғни алымында мода жиілігі біз жаңа алдық, міне 70 дедік. Осы бізде 70 моданың жиілігі. Яғни осы ең көп кездесетін жиынтық. Өйткені 200 адамнан сіз қандай жалақы аласыз деп сұрасаңдар, солардың 70-і осы 60.000 мен 70.000-нің аралығын айтады деген сөз. Сондықтан бұл жиі кездесетін жиілік болғандықтан мода жиілігі деп аталады. 70.000 минус, енді формула бойынша f-1 болу керек. Ал f-1 дегеніміз өздерің білесіңдер, ол мода жиілігіне дейінгі жиілік. Яғни бізде мода жиілігіміз 70.000, енді осы 70.000-ға дейінгі сан, яғни жиілік көрсеткіш, ол 30.000. Яғни 70.000-нан 30.000-ды азайтамыз. Енді бөліміне барамыз. Бөлімінде тура алымындағындай бірінші жазамыз. 70.000-нан азайтамыз 30.000-ды. Бұларға қосамыз 70.000 және формула бойынша қараңдар, f-mo плюс 1 дейді. Ал f-mo плюс 1 дегеніміз мода жиілігінен кейінгі жиілік деп тұр. Яғни бізде мода жиілігіміз ол 70.000, осы 70.000 деп қой, 70, осы 70-тен кейінгі сан немесе көрсеткіш ол бізде 60 болып тұр. Сол 60-ты азайтамыз. Ары қарай кеттік. Яғни осының барлығын жазып алғаннан кейін қайтадан 60.000 қосу 10.000 көбейтілген. Яғни енді алымында 70-тен 30-ды алсақ, ол 40 болады. Енді бөліміне астында, яғни 70.000-нан 30.000-ды азайтсақ, ол 40. Мына жерде 70-тен 60 азайтсақ 10. Енді 40-қа 10-ды әкеліп қосса, ол 50 болады. Міне мен жазып қойдым барлығын. Енді ары қарай кеттік. Енді өздерінің калькуляторларыңды қосып, 40-ты 50-ге бөлсеңдер, ол бізде болады екен 0,8. Енді математика заңы бойынша 60 қосу 10-ның көбейтілген 0,8 деп тұр. Математика заңы бойынша ең бірінші өздерің білесіңдер, көбейту орындалады. Сондықтан 10.000-ды 0,8-ге көбейтесіңдер. Оған көбейткен кезде ол жерде 8.000 шығады. Сол 8.000-ді 60.000-ға келіп қосқан кезде бізде 68.000 теңге шығады. Яғни бұл дегеніміз осы қызметкерлердің орташа модальдық дейді бұны, модалық
орташа жалақылары 68 мың теңгені құрап отыр. Енді осы кесте негізінде біз ары қарай медиананы анықтайтын боламыз. Ол үшін қайтадан бояп қойған түсімді қайтадан қалпына келтірейін қараға. Енді ары қарай кеттік. Енді медиананың формуласы. Медиананың формуласы, міне өздерің білесіңдер. Медиана тең x медиана қосылған I медиана көбейтілген. Енді алымында өзің көріпсіңдер, жиіліктердің жалпы сомасы, жалпы санын 2-ге бөлеміз, одан азайтамыз. Мына жерде кітапта қателік кеткен. Бұл жерде f медиана минус 1 болу керек. S медиана емес, f медиана минус 1 болу керек. Және алымында, бөлімінде астында f медиана. Яғни енді осылардың әрқайсысы не екен? X медиана өзің жаңағы X модадағы сияқты медиана интервалының төменгі шегі. I медиана интервалының ұзындығы ол мынау. Және жиіліктердің сомасы, жиіліктердің қосындысы. Яғни жиіліктердің қосындысы дегеніміз ол мынау қызметкерлердің саны немесе мынауына алуға болады. Мынаның барлығының қосындысы ол 200-ге тең болып тұр. Одан кейін мына жерде міне S медиана минус 1 деп тұр. Мен сендерге айттым, ол F медиана минус 1. Яғни медиана жиілігіне дейінгі жиілік. Ол тура жаңағы мына жердегі F мо минус 1 тура сол. Бірақ тек қана моның орнына медиана деп айтасыңдар. Яғни медиана жиілігіне дейінгі жиілік. Мына жерде қате кеткен кітапта. Ал алымында астында, яғни астында F медиана, ол медиана жиілігі. Яғни қай жиілікті алып отырмыз. Енді бұл жерде мына жиіліктердің қосындысына сәйкес біз бірінші жиіліктердің қосындысын анықтап, оны 2-ге бөлуіміз керек. Медиананы анықтау үшін осы қосынды жаңағы жиіліктердің жалпы сандарының қосындысын 2-ге бөліп, соның ортасын табуымыз керек. Бізде жалпы жиіліктердің қосындысы ол 200-ге тең болып тұр. Осы 200-ді енді 2-ге бөлсеңдер, ол 100 болады. Енді осы жердегі мына 6 санның ішінен 100-ге ең жақын санды айтыңдар маған. Ол әрине, ол бізде 110 ең жақыны. 100-ге ең жақыны. Ол 100-ге 170 емес, немесе 40 емес. Міндетті түрде именно осы 110 100-ге ең жақыны. Сондықтан біз енді сендермен тағы да осы үшінші жолмен жұмыс істейміз. Сондықтан мен бұны тағы да қызылмен белгілеп қояйын. Енді формулаға сәйкес, міне X медиана дегеніміз медиана интервалының төменгі шегі. Бұл жерде тура сол жаңағы секілді 60 мыңды аламыз. Өйткені 60 пен 70-тің арасында ең төмен көрсеткіш ол 60 мың. 60 мың, міне жаздым. Аралық интервал 60 пен 70-тің арасындағы интервалды жазамыз. Ол 10 мың. Осының барлығын көбейтеміз. Мен мына жерде 2 жақша аштым. Компьютерде енді жаңағы кітаптағы секілді, секілді формула жазуға оған әлі мен дәрежем жетпеді. Сондықтан осылай жаздым. Яғни 200, ол міне 200 бөлеміз 2-ге, осыдан азайтамыз 40-ты. Яғни мына жерде енді 40 не деген дейтін болсаңдар, ол міне формулаға сәйкес 200 ол жаңағы жалпы жиіліктердің қосындысы. Оның барлығының қосындысы міне 200 болып тұр. Сол 200-ді 2-ге бөлдік. Одан жаңа мен сендерге айттым, жерде F медиана минус 1. Ол сол жиілікке дейінгі жиіліктің көрсеткіші. Яғни 110 біздің ол медиана жиілігіміз. Осы медиана жиілігіне дейінгі көрсеткіш ол бізде 40 болып тұр. Сондықтан бұл жерде 40-ты азайтамыз. Ал астында бізде медиана жиілігіндегі қызметкерлердің саны, яғни медиана жиілігі, ол бізде 70. Осы 70-ке барлығын бөлеміз. Ары қарай кеттік. Қайтадан жазамыз. 60 мың қосу 10 мың көбейтілген. Енді үстінде 200-ді
2-ге бөлсек 100 болады. Сол 100-ден 40-ты алсақ, ол бізде 60 шығады. 60-ты 70-ге бөлеміз. Өздерің калькулятордан бөліңдер. Оны 60-ты 70-ге бөлсеңдер 0 бүтін. Мен мына жерде қысқартып 1000-нан 857 деп алдым. Негізі бұл арт жағында тағы да көп сандар бар. 1 тағы да бар, 4 деген сандары бар, көп сандар бар. Мен қысқартып қана ала салдым. Енді өздерің жаңа алдында модада есептегендей, бірінші көбейту орындалады математика заңы бойынша, яғни 10.000-ды 0 бүтін 1000-нан 857-ге көбейтесіңдер. Бұл жерде сендерде 8570 шығады. Соны 60.000-ға әкеп қосса, бізде медиана 68.570 теңге шығады. Яғни медиана бойынша қызметкерлердің орташа жалақысы 68.570 теңгеге тең болып тұр. Яғни енді осы мода мен медианада анықтаған кезде бұл жерде бір теңдік болады. Яғни ол теңдік міне мода, медиана және орташа арифметикалық салмақталған шама. Осы үшеуінде мода медианадан кіші болу керек, немесе медиана модадан үлкен болу керек, ал медиана орташа шамадан кіші болу керек, немесе орташа шама медианадан үлкен болу керек. Егер осылай болса, онда бұл оң қатар деп аталады. Ал егер керісінше орташа шама медианадан кіші, ал медиананың шыққан көрсеткіші модадан кіші болатын болса, онда бұл бізде теріс қатар болып саналады. Ал егер де барлығы бір-біріне тең болатын болса, орташа шама, медиана және мода барлығы бір-біріне тең болатын болса, онда бұл симметриялы қатар деп аталады. Яғни симметриялы дегеніміз тең қатар, ешқандай өзгеріс жоқ деген сөз. Енді бұл нені білдіреді? Егер бірінші оң қатар орындалатын болса, онда жаңағы біздің алып отырған кәсіпорынның жалақыларының көрсеткіші жоғарылау, яғни өсу қарқынын білдіреді. Яғни бұлардың жалақысы бір орында тұрған жоқ, немесе жалақылар азайып жатқан жоқ, керісінше жалақыларының алға қарай өсіп келе жатқанын білдіреді. Оң қатар дегеніміз. Теріс қатар дегеніміз ол керісінше төмендеуін айтады. Жалақының жаңағы жыл сайын немесе ай сайын жалақыларының азайып кеміп отыруын айтады. Ал егер тең болса, бұлардың жалақылары ешқандай өзгеріссіз бір қалыпта болуын айтады. Соны осы мода және медиана бойынша теңдік арқылы анықтайды. Енді біз осы теңдікті жүзеге асыру үшін бізге бірінші орташа арифметикалық салмақталған орташа шаманы анықтап алу керек. Ол үшін өздерің білесіңдер, осы орташа шамаларды өткен кезде біз орташа салмақталған арифметикалық шаманың формуласын жазғанбыз. Ол бізде жаңағы x1 көбейтілген f1, яғни алымында үстінде жоғарыда x1 көбейтілген f1 қосу x2 көбейтілген f2 қосу жаңағы көпнүкте xn көбейтілген fn. Бұның барлығы бөлінеді f1, f2, f3, f4, fn деген сияқты жиіліктердің қосындысына бөлінеді. Енді осы бойынша, осы формуламен біз орташа салмақталған арифметикалық шаманы табамыз. Яғни бұл жерде орташа арифметикалық шаманы табу үшін, мына жерде кестені қарасаңдар, бізде алдында біз есептер шығарған кезде бір санмен ғана шығарғанбыз. Ал бізде бұл жерде сандар екеу, мысалы 40.000 мен 50.000. Енді сендерде сұрақ туындайды, мынаның қайсысын аламыз, 40.000 аламыз ба, 50.000 аламыз ба деген. Бұл жерде бұндай сан кездесіп жатса, осының тура ортасын аласыңдар. Яғни 40.000 мен 50.000-ның ортасы ол бізде 45.000 болады. Яғни бұл қалай шықты дейтін болсаңдар, өзің шығарып көреміз десеңдер, 40.000-ға 50.000-ді қосып, оны 2-ге бөлсеңдер 45.000 шығады. Яғни қандай да бір көрсеткіштердің немесе қандай да бір ұзындықтың ортасын табу үшін естеріңде сақтаңдар, басым мен аяғын, мысалы ұзындық болатын болса, басым мен аяғын өлшеп, соны 2-ге бөле саласыңдар. Немесе бар қандай да бір көрсеткіштің ортасын табу үшін бастапқы сомасына соңғы сомасын қосасыңдар да, ол 2-ге бөлесің, сонда орта сомасы шығады.
Яғни мына жерде барлығында бізде жаңағы көрсеткішіміз 45, 55, 65, 75, 85 және 95 болады. Осыларды енді мына қызметкерлер санына бұлардың барлығы бізде F-тар болады. Осы F-тарға көбейтіп шығамыз. Ал мынажылар 45, 55, 65 дегендеріміз олар X болады. Енді соларды орындарына қойып шығарамыз. Міне 45 мың көбейтілген 10, яғни 10 қызметкер бар біріншісінде. Одан кейін екіншісінде 55 мың көбейтеміз 30, яғни 30 қызметкер бар. Одан кейін 65 мыңды көбейтеміз 70-ке. Міне 60 пен 70, яғни оның ортасы 65, оның одан 70 адам бар. 70 қызметкер осындай жалақы алады деген сөз. Одан кейін 75 мыңнан 60 қызметкер, 85 мыңнан 25 қызметкер және 95 мыңнан 5 қызметкер. Осының барлығын көбейтіп бір-бірлеріне қосып шығасыңдар. Ал бөлімінде жалпы қызметкерлердің санының қосындысы, яғни 10 қосу 30, қосу 70, қосу 60, қосу 25 және қосу 5. Міне оның барлығын мен жазып көрсетіп қойдым. Енді мен сендерге түсінікті болу үшін 45 мыңды 10-ға көбейткенде ол 450 мың, 55 мыңды 30-ға көбейткенде ол 1 миллион 650 мың шығады. 65 мыңды 70-ге көбейткенде ол 4 миллион 550 мың шығады екен. 75 мыңды 60-ға көбейткен кезде ол 4 миллион 500 мың шығады екен. 85 мыңды 25-ге көбейткенде ол 2 миллион 125 мың шығады екен. Одан 95 мыңды 5-ке көбейткенде 470 мың шығады екен. Ал астында өздерің білесіңдер, жалпы кәсіпорында қызметкерлердің саны 200. Енді үстіндегілердің барлығын бір-біріне қосып, яғни алымындағылардың барлығын қосқан кезде ол 13 миллион 750 мың шығады екен. Оны 200-ге бөлген кезде 68 мың 750 шығып тұр. Енді теңдеуді орын-орнына қояйық. Яғни бірінші моданы қоямыз. Мода бізде 68 мың теңге. Жаздық мына 68 мың теңге. Одан кейін медиананы жазайық. 68 мың 570. Оны да жаздық мына 68 мың 570. Және одан кейін орташа арифметикалық шаманы 68 мың 750. Міне 68 мың 750-ді де жазып қойдық. Енді 68 мың үлкен ба, жоқ әлде 68 мың 570 үлкен ба? Әрине 68 мың 570 үлкен. Яғни модадан медиана үлкен болып тұр. Енді 68 мың 570-тен 68 мың 750 үлкен ба? Әрине 68 мың 750 үлкен. Яғни медианадан орташа шама үлкен болып тұр. Яғни біздің бұл есебімізде, яғни біздің бұл кәсіпорнымыздағы қызметкерлердің жалақысы өсу тенденциясы. Яғни оң қатарды көрсетіп отыр, оң көрсеткішті көрсетіп отыр. Бұлардың жалақылары өсіп келе жатыр дегенді білдіреді. Жалпы енді осы шығарылған есептерді дәптерлеріңе көшіріп алыңдар. Осы видеоны қарап отыр барлығын тағы да бір саралап, зерделеп, тағы да бір қайталап көріп шығыңдар. Одан кейін, егер барлығы түсінікті болып жатса, мен сендерге үйге тапсырма беремін. Яғни міне, осыны қазір мен тағы да білім порталына жүктеп қоямын үйге тапсырма ретінде. Осыны шығарып, маған келесі сабаққа дейін сол білім порталына жауабын жүктейтін боласыңдар. Яғни бұл жерде бірінші қызметкерлердің еңбек ақысы берілген, 20 еңбек ақының түрі берілген. Осы бойынша ең бірінші сендер алдындағы сабақтарды өткесіңдер. Топтар саны, яғни Стержестің формуласы бойынша топтың санын анықтайсыңдар, логарифм арқылы. Одан кейін аралық интервалды анықтайсыңдар, яғни x максимум, мына жерде x максимумнан x минимумды азайтасыңдар. Мына жерде ең төменгі көрсеткішті, оның барлығын бөлесіңдер n-ға, яғни топтар санына. Ол n-ді міне ол. Яғни осыны анықтайсыңдар. Содан кейін бұны анықтап алғаннан кейін өздерің білесіңдер, алдында осындай есепті шығарған кезде біз міндетті түрде кесте толтыратынбыз. Міне аралық интервал. Мына жерге топтардың санын жазасыңдар. Қанша топ болса, сонша санын жазасыңдар. Яғни мына жерде топтардың саны 7 болатын болса, онда бірден бастап мына жерге 7-ні жазып шығасыңдар. Одан аралық интервал, оны білесіңдер. X минимумнан бастайсыңдар, минимумға қосып отырасыңдар. Мына жерде сендер аралық интервалда қанша шықты, соны мысалы ең төменгі сандарың сендерде мына жерде 60 мың болатын болса, 60 мыңға
Мысалға дейік, мына жерде аралық интервалдардың 5000 шықты дейік. Яғни 60.000 мен 65.000-нің арасы. Одан кейін 65.000 мен 70.000-нің арасы, 70.000 мен 75.000-нің арасы деген сияқты барлығын қарап отырасыңдар. Яғни бұл міне. Сонда сендерде осылай шығу керек барлығы аралық интервалдарың. Сосын осыны толтырып алғаннан кейін өздерің білесіңдер. Мысалы, бірінші баған жаңа айттым ғой, 60 пен 65.000 арасында мына жерде қанша сан бар, соны жазасыңдар. Қанша қызметкер бар екенін. Одан кейін мына жиіліктің санын жаңа мен сендерге айтып түсіндірдім. Оны қалай шығару керек екен, ол мына 10-ға 30-ды қосасың, 40 болады. 40-қа 70-ті әкеп қосасың, ол 110 болады. 110-ға 60-ты әкеп қосасың, 170 болады деген сияқты. Соның барлығын қосып шығасыңдар. Соның барлығы болғаннан кейін тура бүгінгі сабақ секілді моданы, медиананы және арифметикалық орташа салмақталған шаманы анықтап, мына теңдеуді қарастырасыңдар. Теңдеу орындала ма, орындалмай ма, қайсысы орындалады, соны анықтайсыңдар. Егер бүгінгі сабақ бойынша барлығы түсінікті болса, бүгінгі сабақ бойынша түсінбей қалған, немесе жаңағы қандай да бір түсініксіз жерлері болып, бір сұрақтарың болып жататын болса, оны WhatsApp немесе Telegram желілерінде жеке парақшама немесе сол жердегі топтарға жазсаңдар болады, жауап беремін. Жалпы бүгінгі осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта көріскенше сау болыңдар.